Мына есеп өткен бірінші сабақта айтқанымыздай, мінекей, екінің заңдылығын зерттейміз. Екі екім төрт. Төрт екім сегіз. Сегіз екім 16. 16-ның соңғы цифры 6. 6 екім 12. Немесе 16 екім 32. Көріп отырсақ, бәрібір екімен аяқталады. Екі екім төрт. Сосын төрт екім сегіз. Сонда қарап тұрсақ, екімен аяқталатын сандардың дәрежелерінің заңдылығы бар. Екі төрт сегіз алты, екі төрт сегіз алты. Біз былай жазамыз: қалдық тең 1, қалдық тең 2, қалдық тең 3 және қалдық тең 0 деп жазамыз. Сосын 4 цифр қайталаған соң 25-ті 4-ке бөлеміз. Сонда мынау 6 болады. 6 төртім 24, бір қалдық қалады. Бір қалдық қалса, демек қалдық тең 1, демек бұл 2-мен аяқталады. Сонда 22-ның 25 дәрежесі бізде 2-мен аяқталады екен. 7-нің заңдылығы: 7, 7 жетім 49, 9 жетім 63, 3 жетім 21, 1 жетім 7, 7 жетім 49. Көрдік, тағы сондай 4 цифр қайталанып тұр. Қалдық 1, 2, 3, 0. 2016-ны бөлемін 4-ке, сонда 5-тен болады 20, 0, 1. Жетпеген соң 0 жалғап келесі цифр түседі. 504 азайтам 16. 0 қалдық. 0 қалдық деген сөз, демек ол 1-мен аяқталады деген сөз. Сонда 2-мен аяқталатын санға 1-мен аяқталатын санды қоссақ, бізде 3-пен аяқталатын сан шығады. Жауабы бізде 3 болады.